знаем. Вот ему хочу тоже большое спасибо сказать, что он с рождения берет детей, и представьте, а мы уже взрослые же профессионалы, уже везде обкатываем, везде пробуем. А он с нуля, это сколько трудов, сколько нервов, сколько тренерского. Солардың бәрін қазір жаттықтырып, сондай кішкентай кезінен бастап. Бегнар бауырымызға үлкен мақтанышпен мақтанатын нәрселер көп екенін міне бүгін естіп жатырмыз. Құттықтаймыз бауырымызды да. Жай айтып отқан жоқ, бұлар да Асқат деген үлкен ағалары осындай жақсы тілектер Мы білдіріп его отыр. всегда приглашаем на турниры, даже у него же нет взрослых, чтоб, ребята, он сам говорит, я вот доведу до взрослых, и уже вы дальше уже будете тащить, вы уже такая промоутская организация, которую любите, где только не выступаете, поэтому большое спасибо от души. Парень, который вот от души, не как некоторые есть такие люди, которые, знаете, ни себе, ни людям, он именно хочет, чтобы казахстанский флаг поднимался, чтобы... Дұрыс, міне енді ортаға 6-шы жұп шығуда Салех Хасанов, Тәжікстан, оның қарсыласы Қырғызстаннан келіп отыр Мықтыбаев Мамасалиев. Бұл ағаю деп аталады. Бұл ағаюдың соққылары өте жойқын келетін. Осыған дейінгі жаңағы кездесулерін көріп жүрміз. Тек мына ауыр әдіс емес, бұның соққысы ауыр. Қырғызстандық Мықтыбектің Салех Хасанов Перс, Тәжікстаннан келген Душанбе қаласынан, команда Touch Fighter, жасы 25-те, бойы 1.80. Оның қарсыласы Мықтыбек Ағаю Мамасалиев, Қырғызстан Ош қаласынан, міне жас күш командасының атынан шығуда. Бұның жасы 22-де, бойы 1.85. Қазір күні бұл жаңағы Мықтыбекті айтатын болсақ, Қырғызстандағы Ош қаласында заңгер бөлімінде заң несін оқып жатыр, студент 4-ші курста бітіруде. Қазір бос уақытында осындай спортпен айналысады. Қазір осындай бір жағынан заңгер, екінші жағынан осы мына спортты да қатар алып жүрген жігіттердің бірі. Міне өзінің мықтылығын талай жерде көрген біз бұл бауырымыздың да. Енді бүгін қалай болады екен? Қазір енді Тәжікстандық, өзіңіз айтқандай Тәжікстандықта бұлар Мақтыбек Мамасалиева, вы помните, полутяжелый вес, до 93 килограмм вес. Мамасалиева, вы в селекшене видели, как он тяжело нокаутировал узбекского файтера в селекшене в 3-м. И вот здесь тоже мы его пригласили, чтобы он тоже сказал, я готов побиться. К сожалению, здесь бойца Алашпайда нету, здесь кыргызский и таджикский боец. Включился у нас снялся Халышбек Саркабаев, помните? У него по семейной обстоятельствам бабушка умерла, и поэтому включили эту пару, посмотреть их на бойцов. Мы же селекшн, смотрим еще в дальнейшем, как боец. И именно мы его пригласили. И его соперник нам очень хвалил, наш друг, наш партнер из Таджикистана Ахтам Хакиров. Этот парень только приехал с Португалии, выиграл 3 боя досрочно в любителях по ММА. Перс. И он очень его хвалил, и вот мы хотели этот бой посмотреть. Да, его базу его с Португалии выступил. Он чемпион Европы стал по боевому самбо в Португалии. Победитель международного турнира по ММА «Стальное сердце» в России, Магнитогорск был. Перс Таджикистана. Ну, а крыска бойца, знаете, он база боксер, мастер спорта, член сборной Кыргызстана по боксу. Был, сейчас перешел в смешанное боксство. Я бұның сойқындар жойқын, ағаюды білеміз. Бұл Мықтыбек бауырымыз бүгін бірінші рет емес, осыған дейінгі де жаңағындай кездесулер өткізген, талай кездесулер. Соның басым көпшілігім бір соққымен шешіп кеткен. Бір соққымен, көрермен, құрмет. В прошлый раз в селекшене, знаете, у него был лучший нокаут вечера. Когда он нокаутировал узбекского бойца, он еще передом упал, помните? И вот, представьте, он чистый ударник, именно у него руки 100% хорошо поставлены. Член сборной Кыргызстана 2-3 года был на Олимпиаду, к сожалению, лицензию не взял. И вот перешел в смешанное единоборство. Видите, чем лучше смешанное единоборство? Если не добился Олимпиады больших в любительском спорте, а смешанное единоборство, он готов, у него осталась сила, адреналина, и он перешел. Мені астына соққы жасап, көрдіңіздер, құрметті көрермен, жаңа айтқанымдай, Мықтыбек бір соққымен мені талдырып тастады, былайша айтқан кезде қарсыласын. Таким же ударом, помните, Федор Емельяненко проиграл Дэн Хендерсону. Снизу удар. Точно. Мені мына жерде мені талып қалды, талып жатыр. Айттым ғой, бұл ағаюдың соққылары бұл жойқын келеді. Мені тяжелый нокаут. Негізі мына ағайымен мен оның қарсыластарына бір әңгіме айтып сөз айтқым келіп отыр. Негізі ағайымен шығар кезде кішкене ойланып шықсаңыздар деп. Өйткені бұл арада бұның сойқысын бапкерлердің де айтуға. Таджикская команда была в шоке, я после этого общался, они сами его не узнали, как так, он столько выиграл. Он считался лидером команды, как капитан команды, и так упал.
жерде жатып болсо. Что значит смешанное бугурство? Буларда соққы алатындай түк болған жоқ сияқты болған негізінде. Да, как будто нормально. Он хорошо начал перс, видели, а он точно руками попал в челюсть. Әлі өзін-өзі келе алмауда. Сонымен, көрдіңіздер ғой, шатқалақтап, аяғынан тұра алмай жүр. Аяғы кішкене басуда қиындап. Очень были расстроена таджикская команда. Во главе с президентом их федерации Ахтамом Хакеровым. Часто вот, когда таджикских бойцов привозят, и вот он расстроился, что такой боец. Он далеко его видел, в нем видел потенциал. И вот. Бірақ енді тәжік спортшысына әлі біраз дайындық керек, бәрібір де көрініп тұр. Бұларда әлі шик екені, өйткені бұл 8 бұрыш болғанда да бұл Алаш Прайдтың жасап отырған үлкен жарыстардың бірі. Бұл араға тек мықтылар ғана шығатынын, жаңағыдай тек мықтылардың ғана жеңетінін өздері көздерімен көріп отыр. Бұдан кейін келген кезде енді дайындықпен келетін шығар деп ойлаймыз енді. Бұларда ағаюды білеміз. Желаем ему, что они... Спасибо, міне қараңыздар, міне қандай соққы жасалғанын қазір көріңіздер. Міне бірақ соққы, міне осы астына тиген соққы, сол соққының өзі жетіп жатыр. Көрдіңіз